Қалдарыңыз қалай? Енді айтудың өзі ұят. Кеште болса жеке куәлігіміз міне қазақшалап өткенде айтқандай оф, байып, вич дейтін құлдық жалғаудан бас тартып жатырмыз. Міне қараңыздар. Алды арты бәріне қазақшаланып қалды. Соншалықты ештеңе қиын емес. Бұл видеоны арнайы жариялап отырмын. Өйткені өткендегі бір стористен кейін көп комментарий жазылыпты. Дипломды қайтеміз, басқа құжаттарды ауыстыру керек пе деген секілді. Балалардың енді метрикесін ауыстыру керек болады. Ол да бір күн ғана уақытыңыз кетеді, барып өтініш білдіресіз. Одан кейін мына права дейміз ғой, жүргізуші куәлігін ауыстыру керек. Ол қиын емес. Жаңа ғана кәсібиға кірдім. Камераны өзің түсіріп, фотоны жариялайсың, өтініш білдіресің. 10 минуттан кейін келіп алып кетіңіз. Жаңа жүргізуші куәлігіңіз дайын деген маған қазірдің өзінде хат келіп тұр. Сонда қорқатын ештеңе жоқ. Әсіресе мына балалардың аты жөні тегінде оф-вич деген жалғау болса алып тастаңыздар. Әсіресе мына магистратура ертең олар докторантура оқиды, шетелдік журналдарға мақала жариялайтын кездерде қазірдің өзінде қысым көріп жатыр біраз қазақтың балалары. Вич, оф деген жалғауға қарайды да, сіз көрші елдің азаматы емессіздер ме, ол санкцияның астында деген секілді іштей қысым бар көрсетіліп жатқан. Сондықтан балаларға да кесірлеріңіз тиіп кетпесін. Ауыстырып тастаңыздар.